Құрметті тыңдармандар, әңгімені тыңдамас бұрын лайк басып арнаны қолдап жіберуіңізді сұраймын. Олжас қатты асығып келе жатқан. Сондықтан Айнаның үйде отырғанын көргенде көңілі түсіп кетті. Қазір тағы жалғыз қалғанын, оны сүймейтінін айтып жылай бастайды, деп ойлады ол. Сондықтан одан тезірек құтылу үшін бірден бірдеңе ойлап табу керек еді. Бүгін оған мүлдем кешігуге болмайды. Өйткені корпоративке жеткізу бөлімінің Гүлданасы онымен баруға келіскен еді. Ол оның соңынан қаншама уақыт жүгіріп, жағынып жүргенін айтсаңшы. Оған қолымды жеткізе алмаспын деп ойлаған. Бірақ міне, құс торға түсті. Олжас Гүлданамен кешті жалғастыратын нөмірді де алдын ала брондап қойған. Мұндай нәзік құс бір сәтте назданып қалуы мүмкін ғой. Әйелінен қуана ажырасар еді. Бірақ егер ажырасса, оның баратын жері жоқ. Себебі олар Айнаның ата-анасының пәтерінде тұрады. Оның үстіне әйелі көбірек ақша табады, және үй шаруасына да үлгереді. Айна, сен бүгін ерте келіпсің ғой? Айнаға қарап тұрған әйелі оған жымиды. Олжас, сен әрдайым бәрін ұмытып жүресің. Ұмытам? Не туралы ұмыттым? Қалайша, жаңа директор тағайындалуына орай бүгін корпоратив болатын ескертуді ұмытып кеттің. Мариям ханымның таңертең қоңырау шалып еске салғаны жақсы болды. Олжас іштей қарғыс айтты. Бұл Мариям оған тамағындау сүйек сияқты еді. Әрдайым өзінің ар намыс, абырой ұғымдарымен араласады. Ол оған талай рет ұрысса да, оған әлі де бірдеңе керек. Ол кезінде Айнаның анасының құрбысы болған, және Олжастың әрбір қадамын бақылап отыратын. Айнажан, Олжас сөздерді мұқият таңдады. Мен саған әдейі ештеңе айтпадым. Бұл өте жалықтыратын шара ғой. Сен онсыз да шаршайсың, сондықтан сені артық мазалағым келмеді. Айна қасын көтерді. Қызық. Ал Мариям ханым өте көңілді болады. Үздік жүргізушілер, диджейлер шақырылған. Жалпы фирма түгел, еден жуушыдан директорға дейін тойлайды деді. Ой, осы кемпір қайдан білет оны? Олжас, олай айтуға ұялмайсың ба? Біз де бір күні қартаямыз. Және Құдай қаласа, дәл сол кісі секілді парасатты сергек болайық. Есінде бәрі бар, ойы таптаза. Жалпы ондай кадршыны табу қиын, нағыз алтын адам, деді ол сүйісіне. Жә енді сонша қызып не керек, деді Олжас сабырлы болуға тырысып. Ол бөлмеден өтіп креслоға жайғасты да не істеу керегін лезде ойластыра бастады. Сен осы киіммен барасың ба? Деді ол мұрнын шүйіріп. Иә, не бопты? Ұнамай тұр ма? Деп сұрады Айна. Айна шын мәнінде әдемі еді. Бірақ Олжас үшін ол баяғыдан бері жалықтырған, көзге үйренген, шаршататын әйелге айналған еді. Оның көзі басқа, жас қыздарға түсіп жүрді. Білмейм, бір түрлі ауылдың тойына баратындай. Менің қасыма осылай шықсаң, ұят қой, деді ол мырс етіп. Айна бір сәт Айнаға қарап үнсіз тұрып қалды. Кейін күйеуіне бұрылды. Көздің нұры өзгеріп жүзі қатайып кетті. Қазір мен не кисем де, саған бәрібір ұнамайды. Саған енді мен өзімнің бар болмысыммен де ауыл болып көрінем, деді сабырлы дауыспен. Ал өзің дайынсың ба? Әлде киіміңді ауыстырасың ба? Олжас тосылып қалды. Бұрын әйелі әр сөзіне бас иетін, қарсы келмейтін. Ал қазір міне, осылай жауап қатқаны оның өзіне біртүрлі ауыр тиді. Ішінен ренжігендей болды. Бірақ үндемеді. Көлікпен кетіп бара жатып Олжас іштей булығып отырды. Не істесем екен? Қап, Гүлдана көріп қойса бәрі бітеді. Бүкіл жоспары күйрейді. Қалайда сөйлесіп бірдеңе уәде беру керек. Демалысқа апарам десеме, әлде қымбат сыйлық десеме. Бәрібір тек сендіру керек. Айна әрқашан аз-маз ақшаны тығып жинайтын біледі. Енді сол ақшаның орнын тапса болды. Өзіне керек нәрсеге жұмсай алады. Әрине, оның өз құпия ақшасы да бар еді. Бірақ ол басқа әңгіме.
оны тек Гүлдана сияқты әдемі қыздарға жұмсайды. Қызметтегі орны оған қосымша табыс алып отыруға мүмкіндік беретін. Сол ақшаға ол өмірін қызық етіп, әсіресе жас әдемі қыздармен қыдыруды ұнататын еді. Ал жаңа директордың келуі Олжасты мүлде алаңдатпады. Бұрынғы басшы оған сенетін. Демек, жаңа да сондай болар деп болжамдады. Оның қолында қызықты өмір сүруге барлық мүмкіндік бар еді. Халық өте көп екен. Не істейміз, үйге қайта берейік пе? Сен бұндай ушу ортаны ұнатпайсың ғой, деді ол жұмсақ дауыспен. Неге ұнатпайым? Деді Айна сәл жымиып. Мен керісінше адамдардың ортасында жүргенді жақсы көрем. Тек сен мені ешқайда ертпейсің де, сосын мен ұнатпайды деп ойлап шығардың. Барар жерде болмай жүр ғой. Мұндай мереке бірінші рет болып тұр, деді Олжас біртүрлі қысыла сөйлеп. Жаңа жылдық корпоративтер ше, туған күндер. Олжас азыңдаған масадан құтылғысы келгендей қолын бір сілтеді. Қайда барарымды енді осың шешкен қалды, деп тістеніп ойлады ол. Осы сәтте көзіне Гүлдана түсті. Кіреберіс алдында ер адамдардың ортасында темекісін бұрқыратып тұр екен. Айна, сен бар, кіре бер, мен қазір келем, деді де Олжас асығыс жүгіріп тура сол жаққа тартты. Айна оның бағытын көзбен шолып ауыр күрсінді. Бұл некенің ұзаққа бармайтыны түсініктеді. Қараш, ештеңеден қысылмай, әлгі қызды құшақтап тұр. Тек қыздың өзі біртүрлі салқын, бейжай. Айна көзін басқа жаққа бұрып, көз жасын көрсетпей ішке кірді. Ол бәрін түсінетін. Олжастың опасыздығын да, өтірігін де. Бірақ әлі де жақсы отбасы боламыз деп үміттенетін. Әлі де бір күні бәрі өзгереді деп сенетін. Ол өзіне емес, марқұм әкесіне бақытты отбасы болатынын дәлелдегісі келді. Ал әкесі басына анық бәрін айтып ескерткен еді. Қызым, бұл бала жақсы күйеу болмайды. Ол отбасын бірінші орынға қоятын жігіттердің қатарынан емес, деген бірде ол ауыр күрсініп. Ондайлар тек өзіне жайлы өмір іздейді. Сен сол жайлылықтың бір бөлшегіне айналасың. Пап, қойш, деді Айна ашуланып, тіпті аяғымен жерді бір тепті. Не айтқың келіп тұр, а? Тағы да Әлиді еске салайын деп педің? Жоқ, мен Әлиді айтқалы отырған жоқпын. Бірақ өзің сөз қозғап тұрсаң, біз Әлимен тек доспыз. Ал Олжас? Я, түсіндім, деді әкесі сабырлы үнмен. Тек мен сенің бақытты болғаныңды қалайым. Ал Олжаспен ол мүмкін емес. Айна сол кезде қатты ренжіді. Әкесі қалай ғана оның сүйіктісін бұлай жамандайды? Әли, я, 2 жыл соңынан еріп жүрді. Жақсы, ақылды бала, оқу озаты. Бірақ ол басқа елге оқуға кететін болды. Айна болса жай ғана жақсы оқитын, кейде сабақтан қалатын да қыз еді. Оны ешкім шетелге шақырған жоқ. Ал Әлидің 3 жыл зымырап өтеді деген уәждерін ол тыңдағысы да келмеді. 1-2 ай өткен соң, Айна Олжаспен танысып жүрген кез еді. Кенет Әли қоңырау шалды. Айна, мен ойландым. Сен маған бәрінен де қымбатсың. Бәрін тастайым. Тек сен қасымда болсаң болды, деді ол. Өзіңді қинама, мен тұрмысқа шығайын деп жатырмын, деді Айна тұтқаны қоя салып. Содан кейін Әлиден еш хабар болған жоқ. Иә, ол кезде оған бәрібір еді. Өз уайымы, өз өмірі басталып кеткен. Олжас болса шарапқа қыза мас болып ашуға булығып отырды. Гүлдана оның бүгін болмайды деген сөзін естігенде, көзі шарасынан шыққандай болып үнсіз қарап қалды. Түсінбедім. Сен үйленгенсің бе? Я, бірақ әзірге. Болды. Бұдан әрі ештеңе айтпа. Мен үйленген еркектермен ешқашан кездеспеймін. Гүлдан, бұл жай ғана ресми ғой? Өзің көріп тұрсың ғой, ол жай ғана қарапайым әйел. Гүлдана оның нұсқаған жағына қарап, содан соң жүзін қайта бұрды. Ал өз әйелін өзге адамдардың көзінше қорлайтын еркекпен мен мүлде сөйлеспейм. Гүлдан, деді ол қыздың қолына жармасып. Қыздың көзі оттай жанып кетті. Қолымды жібер.
Ол бұрылып кетіп қалды. Сол сәтте Олжас бәрін түсінді. Өз өміріндегі барлық сәтсіздікке кінәлі тек Айна. Әрқашан бәріне сол кінәлі. Өткенде мансап мәселесінде де солай болды. Өткен айда оны жаңа лауазымға тағайындауы тиіс еді. Ол тіпті бұл оған қандай пайда әкелетінін, қандай мүмкіндіктер ашылатынын ойша есептеп қойған. Бірақ Айна миды жеп, сен мұны көтере алмайсың деп қырсығып, ақыры сол туралы Мариямға айтып қойды. Ал Мариям болса, бастықтың оң қолы. Сөйтіп бәрі Олжастың қолынан суысып кетті. Дегенмен, ол орынға әлі ешкім тағайындалмаған. Демек, үміт әлі де бар. Олжас бокалын толтырды. Басы гүрілдеп, ойлары салмақпен аударылып жатты. Бір керемет, айрықша нәрсе жасағысы келді. Бәрі таңғалып, тіпті Гүлдананың өзі есінен танып қалатындай бір әрекет. Оның батылдығына, тапқырлығына тамсанатындай бір іс. Осы кезде залдың ортасынан жүргізушінің дауысы естілді. Сонымен аукцион жарияланады. Қазір сатқыңыз келгеннің бәрін осында әкеліңіз. Ал, енді бізде бірінші лот, деді жүргізуші көтеріңкі дауыспен. Бір ер адам өз галстугын сатпақ. Неліктен бұлай істеуге шешім қабылдадыңыз? Өйткені бүгін жақсылап қыдырмақшымын, деді ер адам күліп. Ал әйелім бұған ашуланып, мені осы галстукпен бірінші ағашқа асып қояды. Зал ду ете түсті. Күлкіден қабырғалар дірілдегендей болды. Күліп жатқанның ішінде әлгі еркектің әйелі де бар еді. Келесі лоттар да осылай көңілді өтіп жатты. Күлкі толастамады. Сол сәтте Олжастың басына кенеттен керемет ой келгендей болды. Ол адамдар арасынан жол салып, жүргізушіге қарай беттеді. Жолай әйелінің қолынан шап беріп ұстай алды. Айна Мариям ханыммен қызу әңгімелесіп тұрған. Олжас, сен мені қайда сүйреп барасың? Деді ол таңырқап. Олжас ештеңе демеді. Тек езуінде әлсіз күлкі ойнады. Міне, енді нағыз ойын басталады. Гүлдана мұны міндетті түрде бағалайды, деп ойлады ол. Ал бізде жаңа лот. Не сатамыз? Деді жүргізуші даусын көтеріп. Олжас шарап иісі аралас күлкімен жауап қатты. Әйелімді. Өйткені ол ауылбай. Бастапқы баға 1000 теңге. Залдың үстінен мұздай тыныштық орнады. Әр демнің дыбысы естілердей тым-тырыс. Айна оған үнсіз, бірақ өткір көз қараспен қарады. Жүргізуші сасқалақтап не істерін білмей қалды. Олжас бір сәтке аңтаң болды. Неге күлмейді ешкім? Деген ой келді. Бір сәттен соң ол ашуға булығып, жүргізушінің қолындағы балғасын жұлып алды. Не болды? Ешкім алмай ма? Бар болғаны 1000 теңге. Сіздерге де жақсы, мен де одан бір жола құтылам, деп айқай салды ол. Ашумен балғаны соққалы жатқанда, зал ішінен бір дауыс шықты. Дауыс бәсең, бірақ анық естілді. Және аталған сома сондай үлкен еді, Олжастың қолындағы балға түсіп кетті. Ол көзін сығырайтып, кім сөйлегенін анықтауға тырысты. Көпшілік арасынан бір сәтте адамдар екі жаққа ығысып, тірі дәліз ашылды. Сол дәлізбен оған қарай оның жаңа бастығы келе жатты. Жүрегі зу ете түсті. Мүмкін емес. Ол да менің әзілімді түсінген жоқ па? Деп ойлады ол. Мен, деп тіл қатпақ болған еді, бірақ бастығы қолын көтеріп тоқтатты. Үндеме. Мен сенің әйеліңді дәл осы сомаға сатып алуға дайынмын. Ал неге дәл осы сомаға екенін білесің бе? Олжас басын шайқады. Өйткені бұл соңғы 2 жылда сен фирмадан ұрлаған ақшаңның мөлшері, деді бастығы ауыр үнмен. Сол үшін сені түрмеге жаппақ едім. Бірақ дәл қазір сол ақшаны осы бейшара әйелді сен сияқты бір ақмақтан құтқаруға жұмсауға дайынмын. Саған 24 сағат берем. Осы қаладан жоғал. Әйтпесе сені полиция табады. Олжас бір қадам артқа шегінді. Міне осы сәтте бәрі төңкеріліп түскендей болды. Не болып жатыр өзі? Олжас басын көтеріп қарады. Зейнетке кетіп бара жатыр деген ескі директор сабырлы жүзбен көзілдіргін сүртіп отыр. Демек, ол да бәрін біледі. Ал Гүлдана? Гүлдана оған қарап сәл жымиып тұр.
Олжастың ішін ашу мен қорқыныш араласқан сезім кернеді. Бәрі келісіп алған. Бәрі бірігіп мені мазақ еткен. Айна, жүр, үйге кетеміз, деді ол тістеніп. Бірақ жаңа бастық оның алдынан шығып, Айнаны өз денесімен жауып тұрды. Мен оны сенен сатып алдым, деді ол салқын дауыспен. Әлде түрмеге түскің келе ме? Таңда, тек тездет, уақыт ақша. Олжастың жүзінен күлкі табы жоғалып, ол үнсіз бұрылып кетті. 1 минуттан соң есікке қарай жылжып бара жатты. Ойы тек бір нәрседе – ақша. Айна ақшаны қайда тығады екен? Жаңа өмір бастау үшін бірдеңе керек қой. Ал Айна сол күйі қатып қалған. Не қозғалыс, не сөз жоқ, мүсін секілді. Жаңа директор оған бұрылды. Сәлем, Айна. Осы сөз оны тірілткендей болды. Әйел терең тыныс алды. Әли, деді ол баяу даусы дірілдеп. Басқа не деуге болатынын білмеді. Бар болғаны жер жарылып, соның астына түсіп кеткісі келді. Жүр, деді Әли жұмсақ қана. Ол Айнаның қолынан ұстап сахна сатысымен төмен түсе бастады. Жүргізуші абыржып қалды, бірақ бір сәтте өз-өзінің қолына алды. Ал енді ең үздік биші байқауы, деп айқай салды. Музыка ойнап, жұрт қайтадан көңіл көтеруге кірісті. Әли Айнаны өз үстеліне алып келді. Бір сәттен соң оларға Олжас асығып жеткен сол қыз жақындады. Айна, танымадың ба? Деді ол. Әли жымиып қойды. Айна қызға ұзақ қарады да кенет күлімсіреді. Бұл сен бе, Гүлдана? Гүлдана жымиып басын изеді. Мен ғой, бірден таныдым сені. Есіңде ме? Мен саған қатты қызғанып қараушы едім. Шаш үлгің де, джинсың да сондай сәнді болатын. Айна еріксіз күліп жіберді. Сол джинсы әлі де шкафымда ілулі тұр. Жастық шақтың естелігі ғой. Қаласаң дискотекаға киіп баруға берейін. Гүлдана күліп, иығын жылыстатты. Ол сол кезде Әлимен бірге келген болатын. Ал Әлидің қарындасы, яғни Гүлдана, сол жылдары бар болғаны 12 жаста еді. Бәрінің бас айналып жатқан шақ, оған кім көңіл бөлсін. Ал енді өзің жайлы айтшы, қалай өмір сүріп жүрсің? Балаларың бар ма? Жұмысың? Ал ана сенің күйеуіңді өз көзіммен көрдім ғой. Айна иығын көтеріп қойды. Жұмыс, бәрінің істеген істеп жүрмін. Балаларым жоқ, оған уақыт болмады. Өмірім осы, үй, жұмыс, тағы үй. Бүгін ерегіскендей күйеуімнің көзіне көрсетейін деп корпоративке келдім. Оның жаңа сүйіктісін өз көзіммен көруге. Сен Гүлдананы айтып тұрсың ба? Деді Әли жымиып. Ол негізінде мүлдем басқа мақсатпен келген. Әдейі таныстық десем де болады. Айна басын көтеріп Әлиге тік қарады. Сен енді не істейсің онымен? Ештеңе. Қоя сал. Өзіңше, қайта оралғың келе ме оған? Деді Әли сабырмен. Бірақ көзінен жасырын жылылық сезілді. Айна үнсіз тұрды да өз жүрегін тыңдады. Бір сәт ойланып күлімсіреді. Жоқ, қызығы сол, бір тамшы да сағыныш, бір түйір де өкініш жоқ. Тіпті жеңілдеп қалғандаймын. Бірақ сен ақшаңды жоғалттың ғой, деді ол сәл ұялып. Әли басын шайқады. Есесіне сені құтқардым. Ал ақшаны қайта табуға болады. Жә, қойш сол әңгімені. Біздің ән ғой, жүр билейік. Олар залдың ортасына шықты. Музыка баяу ағылып жатты. Айнаның кеудесінде әлде бір жылы діріл оянды. Ұмыт болған бірақ таныс сезім. Уақыт артқа кеткендей. Ешқандай жылдар, ешқандай олжас болмаған сияқты. Тек екеуі ғана. Баяғы, сол күйі. Кеш бітті. Әли оны үйіне дейін шығарып салды. Баяғыда, жас күндеріндегі сияқты, қаланы жаяу кезіп өтті. Сөйлесті, күлісті, еске алды. Сөйлесіп әңгімелерін тауыса алмады. Кенет Әли тоқтап қалды. Жоқ, бұл дұрыс емес, деді ол. Біз көп жыл көріспедік, қателестік, уақытты бос жібердік. Бірақ менің ішімде бәрі тірі. Сені көріп өзімді 15 жыл бұрынғыдай сезініп тұрмын. Айна жеңіл күрсінді. Мен де солай, Әли.
Бірақ енді бәрі басқаша. Біз ересекпіз. Бәрі күрделі. Не күрделі? Неге күрделі? Деп ол сығырая қарап күлді. Бізді не ұстап тұр? Неге дергі? Айна жауап таба алмай иығын жылыстатты. Ішінен қоғамның сөзі, өсек, жасың өтті ғой деген бос сөздерді ойлады. Әли кенет бір темір қақпан ашты. Жарай, жетер. Кір, деді жай ғана. Бұл қай жер өзі? Деп таңғалды Айна. Қай жер дейсің бе? Менің үйім. Бүгін сені қайтару ойымда да болған жоқ. Ал, енді кіресің бе? Айна күліп жіберді. Кірем, деді жай ғана. 3 ай өткен соң олардың тойында бүкіл кеңсе мәз-мәйрам болып тойлады. Тек Айнаның бокалында шырым болды. Дәрігер жаңа ғана қуанышты хабарды айтып, оның жүктілігін растаған болатын. Құрметті тыңдармандар, егер сіздерге әңгіме ұнаған болса, Қазақ арнасын қолдап лайк басуыңызды сұраймын. Сіз үшін бір шерту, мен үшін өте маңызды. Келесі әңгімеде кездескенше.